Walt Disney студиясы қазақ тіліндегі дубляжды қолдағаны туралы білесіз бе? 2011 жылы Disney мен Pixar'дың Көліктер 2 мультфильмі қазақ тілінде дубляждалып, үлкен экрандарға шыққан алғашқы Голливуд туындысы болды. Бұл дубляж болашақ корпоративті қорының өзіңнен баста жобасы аясында жүзеге асырылды. Жоба Меломан компаниясымен серіктестікте жүзеге асып, әр фильмнің дубляжына түрлі қазақстандық компаниялар демеуші болды. Осы жоба аясында барлығы 38 Голливуд туындысы қазақ тілінде дубляждалып, көрерменге жол тартты. Қазақ тілі Walt Disney тарихында дубляж жасалатын 39-шы тілге айналып, Шығыс Еуропа мен ТМД елдері үшін негізгі 7 дубляж тілінің біріне енді. 2021 жылы Encanto мультфильмімен бірге «Өзіңнен баста» жобасы аяқталды. 2022 жылдан бастап дубляжды мемлекет қаржыландыра бастады. Осы жылы Marvel студиясының «Қара қабылан», «Ваканда жасасын» және Disneyдің «Аватар. Су жолы» фильмдері қазақ тілінде жарық көрді. 2024 жыл Disney дубляжды өз қолына алған жыл. Биылғы жылдан бастап Walt Disney студиясы қазақ тіліндегі дубляжды өзі қолдауды бастады. Дубляж жұмыстары Меломан компаниясының қолдауымен Movie Dalin студиясында дубляж режиссері Шахмұрат Ордабаевтың басшылығымен жүзеге асырылуда. Осы жылы қазақ тілінде Ой жұмбақ 2, Venom, Соңғы би және Моана 2 туындылары көрерменге жол тартты. Алда қандай жаңалықтар бар? 19 желтоқсанда Disneyдің Муфаса, Арыстан патша фильмі қазақ тілінде үлкен экранға шығады. Ал 2025 жылы наурызда Ақшақар лайв экшн фильмі қазақша дубляжбен жарық көреді. Disney туындыларының қазақша дубляждалған нұсқасын міндетті түрде тамашалаңыз. Кинотеатрларға барып, ана тілімізді қолдайық. Қазақша сөйле, өзіңнен бастай. Материалды дайындаған Дулат Арафат.